Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздерге өзімнің Бурабайға саяхатым қалай өткенін түсіндіріп беремін. Ең әуелі Бурабайдан үй жалдап алдық. Содан кейін келсек, үйде ешқандай тамақ жоқ екен. Сосын сыртқа бірінші тамақ ішіп аламыз деп шештік. Мына жүрген жігіттер Ануардың достары. Бурабайға біз Ануардың досы Әділхан мен оның жұбайы Динараның машинасында жеттік. Тамақ ішуге гольф-клуб территориясында орналасқан Sky деген ресторанға келдік. Іші өте әдемі екен, бағалары да қонымды. Алайда тамақтары қатты дәмді деп айта алмаймын. Мысалға, мен заказ берген фетучини альфредо маған көңілімнен аса шықпады. Бурабайда марал шаруашылығы бар екен. Маралдарды көру үшін осы жерге келдік. Қазір енді бұға шаруашылығына келдік. Қазір бұғыларды көреміз. $300 килограмм, 2000 полкило. Саламатсыз. Осы олар қазір сейген сақтыққа солар гоннан кейін кішіне әлі бар гон. Маса не рогат. Капшан чешиш. А? Капшан чеш. Бұғылар сондай сүйкімді. Ұрғашылары мен еркектерін бөлек ұстайды екен. Еркек. Анауның бәрі бер жағында бар, еркектер ғой? Еркектер бар. Анау самкаларды бөлек торда жүр ма? Бөлек қойып қоясыздар. Настроение қалай? Несің ғой? Сосын біз квадроциклдарға отырдық. Содан кейін қарнымыз ашып, Тары ресторанына келдік.
әдеп бар, оны ешкіммен де. Қайсыдан? Ыстық па? Жоқ, ыстығы беріңіз. Қос енді. Жоқ, басқа. Осымен біздің Бурабайға саяхатымыз аяқталды. Көргендеріңізге рахмет.